8 айдың қорытындысы бойынша көрсеткіш сәл төмендеді. 102,4 пайызға. Оның ішінде бізде ауыл шаруашылығында 55 пайызы егін шаруашылығымен байланысты, 45 пайызы мал шаруашылығымен байланысты. Мал шаруашылығындағы өсім жақсы, 4 пайызға жуық құрайды. Ал мынау егін шаруашылығындағы жаңағы төмендеу, бұл ауа райына байланысты болып тұр. Өйткені былтырғы кезі 1 қыркүйекте 40% егін жинау жүргізілсе, биыл сол 17 пайызда тұрмыз қазір. Бірақ қазір енді ауа райы тұрақтандырылса, бұл көрсеткіш түземіз деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар мынау мал шаруашылығында кейбір облыстар сол әлі де оборот алмай жатыр деп айтуға болады. Мына айталық асыл тұқымдандыру программасы бойынша кейбір облыстар, мынау Шығыс Қазақстан сияқты облыстар 38 пайыз, Павлодар 27 пайыз, Қарағанды 28 пайыз болса, мына Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары сол 13-14 пайыздың төңірегінде жүр. Экспорт бойынша былтырғы жалпы көрсеткіш былтырғыдан көп жақсы. Былтыр жыл бойы 5000 тонна экспорт болса, қазір 8 айдың қорытындысы бойынша 7290 тонна экспортталды. Биылғы индикатор 15000 тонна, оның өзінің бағдарламасы бар. Оған жетеміз ғой деп ойлаймын. Бірақ соның ішінде Түркістан облысы 150 пайызға орындап отыр тапсырманы. Павлодар облысы 83 пайызға жылдық тапсырманы айтайын. Батыс Қазақстан 58, ал мынау Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстары сол 8, 7, 10 пайыздың төңірегінде жүр.